Сәлеметсіздер ме достар, арнаға қош келдіңіздер. Ұйқы безінің сырқатынан сақтану керек. Ұйқы безі ісініп қабынуын медицинада жіті панкреатит деп атайды. Бұл ұйқы безінің ауруы кейде белгілі бөліктері зақымданып, сол жерде жұқпа пайда болып, кейін ол ағзаның басқа жерлеріне жайылуы мүмкін. Қорқыныштысы, сол сырқат ауырсынуымен тәнді улайтын заттардан қанға бөлінумен өтеді. Ұйқы безінің ауруына шалдығатын себептері көп. Соның ішінде ең негізгі себептерінің бірі алкогольдік ішімдік және өт тасы ауруы болып табылады. Ішімдіктен болған панкреатитке көбінесе ер адамдар ұшырайды, ал өт қабы ауруынан туындаған панкреатиттер әйелдерде көбірек кездеседі. Сонымен қатар ұлтабары ауыратын адамдарда түрлі жарақаттар, дәрі-дәрмектер қабылдауда, Б және С гепатитте, қанда майдың шамадан тыс көп болуы да панкреатитке ұшыратуы да мүмкін. Ал қантты диабет кезінде созылмалы панкреатит пайда болу әбден мүмкін. Кей адамдар панкреатитке бейім болады. Майлы және ақуызы мол тағамды алкогольдік ішімдікпен бірге қабылдау ұйқы безінің ферменттерін шамадан артық болуына әкеп соқтырады. Бұл ферменттер ұйқы безі жолдары арқылы ішекке түсіп, ас қорытуға қатысуы тиіс. Егер ұйқы безінің жұмысы жеткіліксіз болса, оның жолдары ақуыз тығындалуымен бітеуі мүмкін. Осыдан келе ферменттер бестініне еніп, оны зақымдайды да ағзаның қабынуына алып келеді. Безге ішімдік әсіресе оның ыдырауынан пайда болған ацетилалдегид үлкен нұқсан келтіреді. Осылайша жіті алкогольдік панкреатит дамиды. Панкреатитпен ауырған адамда мынандай белгілері байқалады. Іштің жоғарғы бөлігінің арқа жаққа беріле отырып, үдемелі ауруы, жүректің айнуы, құсу, тәбеттің жоғалуы, іштің кебуі, құсу, адамға еш жеңілдік әкелмеуі, одан кейін ауырсыну тоқтамайды. Жалпы әлсіздік, жүректің қағуы, дененің ысуы мүмкін. Жіті панкреатитке немқұрайлы қарауға болмайды. Егер бұл сырқатты уақытында дұрыс ем қабылдамаған жағдайда, ағзаның біліну ошақтары, некроздар дамуы болады. Бездің көп бөлігінің шіруі мүмкін. Осылармен бірге жіті жүрек қан тамырлар жеткіліксіздігі, тыныс алу мен бүйрек жеткіліксіздігі жиі дамиды. Бұл аталған белгілерінің салдарынан адам ауруларының алғашқы күндерінде өлімге алып келуі мүмкін. Жіті панкреатит басталғаннан бір аптадан соң сырқаттың қаза болуына ұйқы безінде және оның қоршаған ағзаның жұқпаның дамуы себеп болады. Асқынған сырқатпен қатар асқазан мен ішекте ойық жаралар пайда болып, олардан қан кетеді. Жіті панкреатит байқалған жағдайда шұғыл түрде дәрігерге барыңыз. Ол сізді міндетті түрде ауруханаға жатқызу керек. Ол жерде емдік шаралар жүргізіледі және ағзаны тазартатын қарқынды ем жүргізіледі. Егер ұйқы безінде бөліну ошақтары болса, операция жасалу тиіс. Бұл аурумен сырқаттанған адамдар 1 жыл бойы гастроэнтерологтың бақылауында болуы тиіс. Бұл кезеңде ащы, майлы, қуырылған тағамнан және спирттік ішімдіктерден мүлдем бас тартқан жөн. Егер сіздің ұйқы безіңіз жиі ауырса, оның соңы панкреатитке алып келеді. Ұйқы безінің қабынуына ұласуы мүмкін. Ол тез жазыла қоймайды. Емді ұзақ уақыт қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса арнайы диетада ұсынылады. Сіздің сүйікті тағамдарыңыздың кейбірінен бас тартқыңыз келмесе, халықтық жолмен емделуді бастаңыз. Ол үшін мына 4 емді қолдануға кеңес береміз. Ұйқы безінің ауруының белгілері: оң және сол жақ қабырға асты ауырып, ішіңіз өтеді. Іш кеуіп желденеді, жиі кекіру мазалайды, жүрегіңіз айниды. Егер сізде осы белгілер мазаласа, уақыт өткізбей тексеруіңіз қажет. Қажетті ем шараларын жүргізу керек.
Егер дәрігерге баруға уақыт таппасаңыз, онда біз ұсынған мына емді қолдануға кеңес береміз. Біріншісі, ас көк дәні. Емдік тұнбасын дайындау үшін 1 шай қасық ас көк дәнін 200 мг қайнаған суға саласыз. Қақпағын мықтап жауып, тұндырып қоясыз. 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп, күні бойы ішіп жүресіз. Екіншісі, сұлы ботқасы. Сұлының қайсы бір түрі болса да, ұйқы безіне шипа болатын қасиетке ие екен. Ем үшін 1 литр суды отқа қойып, қайнап тұрған суға жарты кесе сұлы ұнтағын саласыз. Баяу отта 10-15 минут қайнау керек. Белгіленген уақыттан соң отын өшіріп, қақпағын жауып қоясыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнде таңертең 1 апта үзбей жүргізу керек. Бұл ботқаға май да, тұз да, қант та қосуға болмайды. Бұл қоспада ұйқы безі ауруына ем болады. Оны дайындау үшін 2-3 дана лимон, 3 бас сарымсақ, 100 грамм ақ желкен қажет. Панкреатиттен бір жола құтылу үшін осы емді қоспаны әзірлеңіз. Барлық қоспаларды блендердан ұсақтап аласыз. 1 келкі езілген қоспаны шыны ыдысқа салып тоңазытқышқа қоясыз. Дайын болған қоспаны тамақтан 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емді 3 ай жалғастырасыз. Сосын 2 ай үзіліс жасап, саулығыңызға қарай емді жалғастыруға болады. Одан кейін қара құмық, яғни гречка. Ұйқы безіне қарсы тұратын қара құмық болып табылады. Бойыңызды билеген аурудан 10 күнде құлан таза айығасыз. Ол үшін 10 күн бойы кефирге бұқтырылған қара құмық жеуге әдеттеніңіз. Ботқаны дайындау үшін 1 стакан қара құмық жармасына 0,5 литр кефир құясыз. Қақпағын жауып, түнге қалдырып қою керек. Таңертең жібітілген қара құмықты таңға асқа жейсіз. Егер көп тамақ жеуге үйренбеген болсаңыз, бұл ботқаны 2-ге бөліп, таңертең және кешке жеуге болады. 10 күннен соң емді тоқтату керек. Арада 10 күн өткен соң қажет болса, тағы қайталаңыз. Құрметті оқырман, бұл әдісті қолданғаннан кейін 2-3 күнде оң нәтижесін көресіз. Қабырға астының ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінетін боласыз. Сонымен қатар, үлкен дәретке қалыпты барып жүргеніңізді байқайсыз. Әрі теріңіз тазарып, бетіңіз тазарайды. Өзіңізді жақсы сезінетін боласыз. Осы әдісті байқап көріңіз. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп қойыңызды сұраймыз. Және де біздің арнамызға жазыла кетіңіз. Ем болсын достар.